И осымен жауып қоямыз бетін. Еще қатты жылы жерде тұрған жоқ, бұл терезенің есік ашық тұр, есіктің прям шетінде тұр. Өйстіп қалдырамыз и попозже пісіреміз. Мына жақта мынау дайын тұр. В общем, почти аз қалды. Бірақ мен уже шаршадым. Негізі бүгін менің күйеуім үйде болу керек болған. Мен одан сұрап алғам прям. Сен қай күндері бос боласың? Ол айтты 22 мен 25 аралығында. Как раз 24-ті удобно екен, 24-ті бос болсаң, давай сол күнге шақырайық деп келістік. Менде бір андай гитлерский план болған, типа он мне будет помогать, кішкене турап, кішкене реттеп деген сияқты планым болған. Бүгін таңертең келіп айтады. Оказывается, менде бүгін заказ екен. Мен жазып алмаппын. И это у него впервые в жизни, потому что каждый заказы жазып отырады. Ну, хорошо, что балалар садикте, соған шүкір. Если бы балалар болса еще, мен білмеймін не боларымды. Мантыға нан жайып, 1 метр оқтауыма рахмет, осы оқтауды алғанда қуанып едім. 1 метр нан жайдым мантыға. Мен өзі білмеймін нан жаю, маған нағашы апам үйретті ғой деймін, осы тамаққа байланысты нан жаюды. Двойной қылып, тройной қылып жаятын моменттер болған. Қазір аяғым ауыр болған соң ондайға күш жетпей тұр.